Енді бірнеше сұрақтар бар, әрине қала бойынша. Жаңа коммуналдық мекемелер жөнінде де, жылу қазандықтары жөнінде де енді мәселелер қозғалады, бар. Себебі біздің коммуналдық мекемелерімізді қазір жай-күйге келісіп тұрған шамалы. Өздеріңіз білесіздер, айтылатын әңгіме көп, жасалатын жұмыс жасалмайды. Осының бәрін енді елден көріп, естіп жатқан шығарсыздар, бірақ енді мен мына депутаттармен кездесіп отырғаннан кейін осы мәселені айтып келіп отыр сіздерге. Біз енді қазіргі таңда бұл біздегі 3 коммуналдық мекеменің қарыздары белшеден батқан. Алды 2 миллиардтың үстінде Өзен энергия сервис мекемесі, одан кейін Өзен инвест мекемесі 600 миллиондай, Өзен жылу почти 1 миллиардқа барып тұр, қарызға батып тұр. Неге дейді сұрақ туындайды? Неге? Бізге облыс үлкен басшымыз айтады, управление энергетикада айтады. Неге коммуналдық қызмет осындай қарызға батады? Бұл бір мәселе. Сол жердегі қызмет етіп жүрген азаматтардың өзінің жұмысын жасағысы келмейді. Сырттан левый жұмыс жасағанның кесірінен осының бәрі. Біз міне Өзен инвест мекемесін қазір толыққанды тексеріп жатырмыз. Бұл жердегі адам айтса шошитын жағдайлар бар. 650 миллион теңге хищение жасаған. Біз өткенде Өзен инвест мекемесінің 10% айлығын көтерейік деп 60 миллион теңге сұрап, мен раджаттан таба алмадым. 60 миллион теңге таба алмадым. Ал оказывается 650 миллион теңге 3-4-5 адамның қалтасына кеткен. Кім сенеді оған? Адам сенеді зат емес. Біздің тұрғындарды қабылдаған сайын, маған тұрғындардың бетіме басатыны бар. Сіздің совездің адамдары жолдамасыз адам жіберіп отыр дейді. Мен до конца тексерттім совезді, ондай жоқ. Ең сонда комиссия құрдым, соны өткізетін. Ал оказывается, Өзен инвест өздері тікелей адам қабылдап отыр. Совезге соқпайды ол адамдар. 72 адамды қабылдаған. 72 адамды ол қалай қабылдайды? Әне отыр, главный инженер. Әрқайсының беттерін айтамын. Оның 41-ін ары қарай веритий групппен таза суға өткізіп жіберген. Ал біздің мына жерде 7 мың жарым списокте тұрған адам не қылып отыр? Мен соны 39 адамды, 30-41 адамды кейін қайтардым. Веритий групппен таза судан. Маған қарсы келмеген адам жоқ. Бүткіл облыстан қарсы келіп түгел. Қайтармаңыз, айқай болады деп. Мен айттым, мен бұл жерде жұмыс жасайтын болсам, мен елдің бетіне қарауым керек. Маған керегі жоқ, кімнің не айтқан. Бірнеше ағайындарын салып, бірнеше бастықты салып маған адамдар келді. Бірақ мен қайтардым. Доказа тұрдым, қайтарым дедім, қайтардым. Маған бүйтіп левый жұмыс жасайтын адам керегі жоқ. Ең аз отдел кадр кеше жұмыс қалған, март айында жұмыс қалған. 7 адамға жоқ адамды приказбен кіргізіп, ақша төлеп берген осы күнге дейін. Бәленбай жыл бұрын декретке шығып кеткен адамдарға осы күнге дейін ақша төлеп ақша алып келген. Сонда бұл не деген масқара? Біз міне отырмыз, депутаттар бар, міне біздің міне бөлім басшыларым бар. Біз мынау жұмыс жоқ деп есептеймін, мына Өзеннің басында жұмыс жоқ деп есептеймін, 100%. Мен энергия сервисті тексеремін. Энергия сервистіңде маған белшесінен батып атқан бәрі айтып отыр. Келген, үкіметтің ақшасына келген материалдың бәрі жекеменшікке кетеді. Дүкен салады, ресторан салады, кафе салады, соның бәріне түгел біздің материалдармен тартып береді де әншейін ақшасын алады қалтаға. Бүткіл ауылдың Өзеннің басында, жаңа өзен арасында қаншама ресторан, қаншама мойка, қаншама кафе бар. Мына судың ақшасын төлемейді, судың ақшасы қалтаға кетіп отыр тікелей. Кім жауап береді оған? Қалай ол мекеме қарызға батпайды? Миллиардтаған қарызға батып отыр қазір. Ал қиналмайды осы күнгі адамдар. Қате кеткен шығар. Сондықтан түгел жұмыстан атып сайын түгел жұмыстан шығарып отыр қазір. Маған керегі жоқ. Мен Өзен энергия сервисті тексеру тапсырамын. Жансет Исаханова. Және содан кейін Өзен жылуды тексеру тапсырамын. Мен халықтың алдында бетім ашық болу керек, мен депутаттардың алдында бетім ашық сөйлесуім керек. Мен қазір осы сөйлесіп отырмын. Мен 1 жылдан кейін осы жерде жүретін болсам, мен ана жігіттердің жетегіне кететін болсам, мен бұл кісілердің алдында сөйлей алмаймын. Сондықтан маған бетім ашық болу керек, мен қай жерде де абыроймен бетіне қарап, әркімнің бетіне сөйлей алмаймын. Сондықтан маған таза, маған бәрін шығарып бересіздер.
тікелей тапсырма түгел шығарып бересіздер. Мен аямаймын. Жасалған жұмысты, берілген үкіметтің тапсырмасын орындады ма, қаражатты мен аямаймын. Мен до конца барам сол үшін. Мен және осы көпшіліктің көзінше, мен бөлім басшылары көзінше айтамын. Және ішіміздегі түгел бөлімдерді тексеру тапсырам, ертең тексертем және өзім қадағалап отырмын. Құрылыс бар, архитектура бар. Бұл жерде көптеген мәселелер бар. Жер бар. Бәрін тексертем. Сондықтан бұл бағыт жөнінде біз сіздермен бірге жұмыс жасауымыз керек деп есептеймін. Рахмет, депутаттар. Жол жөнінде мәселелер қозғалды. Әрине өте дұрыс. Жолды жасаған кезде халықтан да ұсыныс бар, өздеріңізден де ұсыныс бар. Бірақ жаңағы жол бөлімінің басшысы толыққан жауап бере алмай отыр. Мына жерге сіз келуіңіз керек, схемамен керек болатын болса көрсетуіңіз керек экранды. Міне, мен мына жолға мынандай қаражат салынып жатыр. Себебі кеше тұрақты комиссияда да қаралған кезде осы сұрақтар болды деп есептеймін. Сіз бүгін сессия келгенде сұралатынын біліп, әр сессияда жол жөнінде қаражат бар ма, бюджеттен қаралған, соған сіз дайындалып келу керексіз. Қанша қаражат қай жолда қаралды? Керек па сол жерде сұрақ туындады ма, сіз қойыңыз да мына жерден экранды көрсетіп айтыңыз. Міне, мына жол. Сіз толыққан жауап бере алмайсыз. Сондықтан біздің бөлім басшыларының қызметтерінің кішкене аздап сылабелігі. Сіз депутаттардың алдында нақты жауап беріп, нақты шегелеп отырсаңыз, сіздің қалтаңыздан шығып отқан ақша емес. Сондықтан сіз қиналмай жауап беру керексіз. Сіз жаңа жол полосалары жөнінде толық жауап бермейсіз. Неге жауап бермейсіз? Маған мен келген кезде, осы жүктер сұраған кезде мен тапсырма бердім. Маған анықтап бердім. Сол кезде маған беріп қалушы анықтап бердім. Сол қайда? Бұл дейтін осылай екен, мынандай қымбатшылар бар екен, мынандай бар екен, оның бірдеген метрі мынандай екен деп маған берді ғой. Қайда сол? Ешқандай жауап бере алмайсыздар. Нақты жауап бермегеннен кейін депутаттар сосын қаржыға қарсы бөліміне. Ол мейлі бізге прямой траншпен келіп отыр облыстан, бірақ сонда да нақты жауап берілу керек.